Kırın sensin, tas türünde düşsatın. Anan sensin, жолдан тайсам ұстатын. Саған қарай өткелер туғанша, көктем жақта құстарсылар ұшатын. Жақсы, керемет осы шеккенін жетеді. Ал енді сен эмоция деген екен білесің ғой, иә? Қандай эмоция түрі білеміз? Көптеген. Ашулану, Күлу, таңғалу, қуу, қорқу, осы барлығы бізде эмоцияны ашылады, иә? Осы біз эмоцияны күнделікті өмірде әртүрлі ситуацияға байланысты шығарамыз. Алайда қазір жасанды түрде шығарып кішкене қиын болады. Алайда барын салып шығара байланысты ма? Енді осы таппақ арқылы маған ашулану эмоциясы көрсетші. Таппақты маған ашулану деп. Айқайла мына жерде өзің білесің қаншалықты деңгейде айқайлайсың, бұл жерде ешкімнен қысылу дүние алу керек жоқ. Өйткені жоғары түскің келеді, иә? Сол үшін кетіп көрсетемін. Күнім сенсің, тастығымда айқайла. Күлме. Күнім сенсің, тастығымда тұрсатын. Анам сенсің, жолдан тайсам ұстатын. Саған қарай өткелер туғанша, көктем жақта құстар солай ұшатын. Жақсы, керемет. Енді былай істеші, таңғалбай көз прям бір жүрек көріп тұрған сияқты ше, таппақта. Күнім сенсің, тастығымда тұрсатын. Анам сенсің, жолдан тайсам ұстатын. Саған қарай өткелер туғанша, көктем жақта құстар солай ұшатын. Керемет, енді қара, сен ешкім оқисың, уже жоғары сыныпқа өтіп қалыпсың, сендердің мектептен атаждар ғой, өзіңше сөйлегісің, күнім сенсің деп істеді. Күнім сенсің, тас түрінде тұрсатын. Анам сенсің, жолдан тайсам ұстатын. Керемет. Саған қарай өткелер туғанша, көктем жақта құстар солай ұшатын. Енді оныңызға тұрғандай қазір тағы да бір тапсырма беретін болыңыз, эмоцияға байланысты соған дайындала берген, өте керемет. Енді келесі бізде